Мысықтардың жүгіріп келе жатып бірден тоқтай алу қабілеті олардың ерекше физиологиясымен және бұлшықет құрылымымен байланысты. Мысықтарда күшті аяқ бұлшықеттері мен икемді буындары бар. Бұл оларға жылдамдықты тез өзгертуге мүмкіндік береді. Олар сонымен қатар тоқтау үшін қажетті тепе-теңдікті сақтап, денелерін икемді түрде басқаруға қабілетті. Бұл қасиеттер оларға аң аулау кезінде тиімді маневр жасауға көмектеседі. Сонымен қатар, мысықтардың аяқтарының құрылымы мен олардың ауырлық орталығы төмен орналасқан. Бұл оларды кез келген бағытқа жылдам бұрылуға және тоқтауға мүмкіндік береді. Мысықтар жүгіргенде, олардың алдындағы аяқтары тоқтауға жауап береді, ал артқы аяқтары дене салмағын қолдап, тепе-теңдікті сақтайды. Мұндай механика оларға жылдам әрі тиімді қозғалыс жасауға мүмкіндік береді. Сондықтан олар аңға шыққанда немесе қауіптен қашқанда өте тиімді. Мысықтардың тоқтау қабілеті сонымен қатар олардың неврологиялық жүйесіне де байланысты. Олардың миы қозғалысқа реакция жасайтын ақпаратты тез өңдейді. Бұл оларға ортадағы өзгерістерге шұғыл жауап беруге мүмкіндік береді. Мысықтар секіру мен жүгіру кезінде аңды қадағалап, күтпеген жағдайларға дайын бола алады. Сондықтан олар тез тоқтай алады. Жалпы, бұл механизмдер мысықтардың аңшы ретіндегі табиғи инстинкттерімен тығыз байланысты. Оларды қорғаныс және тамақ табу мақсатында тиімді етеді. Мысықтардың тоқтау және қозғалу қабілеті оларға аңшы ретінде дамыған инстинкттерді көрсетеді. Олардың көру қабілеті де ерекше, олар қараңғыда жақсы көреді және қозғалысқа тез реакция жасайды. Бұл қасиеттер мысықтарға ескерту және қауіп-қатерден қашу кезінде маңызды. Сонымен қатар, мысықтардың сезім мүшелері, әсіресе есту және иіс сезу, оларды қоршаған ортадағы өзгерістерге бейімделуге көмектеседі. Олар жылдамдықты арттыру немесе тоқтау арқылы қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Бұл қасиеттердің бәрі мысықтардың табиғаттағы тіршілік ету дағдыларымен тығыз байланысты, және бұл олардың эволюциялық дамуында маңызды рөл атқарады.